Сәлем достар, химияны нөлден бастап үйренгіңіз келсе, химия есептерін нөлден бастап өзіңіз шығарып білгіңіз келетін болса, менің каналыма жазылып алыңыздар, және де осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Осындай зат берілген, яғни бұл бізде натрий фосфаты. Мінекей натрий фосфаты берілген. Мен қатар бізде концентрациясы берілген 0,5 молярлы 500 мл, яғни көлем берілген. Мінекей мен берілген заттарды жазып қойдым, яғни бізде натрий фосфаты берілген, натрий 3PO4 берілген. Осы заттың концентрациясы берілген, есеп шарты бойынша, яғни концентрациясы С тең 0,5 молярлы М, үлкен М мен жазылған концентрация, мольдік концентрация, яғни одан кейін В берілген. В дегеніміз көлем, яғни оның мәні 500 мл-ға тең. Жалпы мынау М дегеннің өзі моль бөлінген литр деген өлшем бірлік. Оны М деп те белгілейді. Сондықтан да осы 0,5 күйінде қала береді. М-ді жазбасақ та болады. Ал 500 мл-ді, бұл жерде миллилитр өлшем бірлігі болып тұр. Мұны біз литрге айналдырамыз. Сол кезде 500 мл-ді литрге айналдырғанда 0,5 литр болады екен. Енді бізге қажетті формуланы жазайық. Яғни бұл формула бойынша С, яғни концентрация тең зат мөлшері бөлінген көлемге. Бұл жерде бізге әрине массасын табу керек деп айтылған, яғни берілген заттың массасын анықтау керек. Егер концентрация берілсе, көлем берілсе, массасын табу керек. Масса табу үшін әрине бізге зат мөлшері қажет. Зат мөлшерін табу үшін осы формуланы қолданамыз. Яғни осы формуланы түрлендіріп, біз зат мөлшерін тауып алатын боламыз. Яғни ол дегеніміз ню тең С көбейтілген В болады. Яғни концентрацияны көлемге көбейткенде бізде зат мөлшері шығады екен. Яғни нәтижесінде мінекей мына формуланы түрлендіріп, біз зат мөлшерін таптық, яғни алымын табу үшін, яғни мына екеуі көбейтіледі. Сонда ню тең С көбейтілген В. Орындарына қойып шықтық. С дегеніміз мінекей 0,5 көбейту, В дегеніміз мінекей айналдырдық литрге 0,5, 0,5-ті 0,5-ке көбейткен кезде 0,25 моль болады екен. Яғни біз зат мөлшерін тауып алдық. Мінекей 0,25 моль болады. Енді осы натрий фосфатының массасын табу үшін өзімізге белгілі келесі формуланы қолданатын боламыз. Яғни бұл формула бойынша М тең ню көбейтілген үлкен М-ға. М дегеніміз зат массасын табу, ню зат мөлшері, яғни мынау табылған мінекей зат мөлшері 0,25-ті пайдаланамыз осында. Және М дегеніміз натрий фосфатының эмері, яғни молекулалық массасы екен. Мысалы, мына жерде натрий 23, кесте бойынша 23-ті 3-ке көбейтеміз. Фосфор мына жерде 31, оттегі 16, 16-ны 4-ке көбейтеміз. Сол кезде барлығын қосқан кезде бізде келесідей мәндер болады. Яғни бізде қараңыз, мына жерде орындарына қойдық, табылған зат мөлшерімен 0,25-ті қойдық, көбейту М дегеніміз, яғни 164 шықты. Бұл дегеніміз натрий фосфатының эмері, молекулалық массасы бізде М эмерға тең деп аламыз. Сол кезде 164 болады екен. Екеуін көбейткен кезде 41 грамм. Сұрауы бойынша бізде натрий фосфатының массасы 41 грамм екен. Егер осы видео, осы сабақ сізге түсінікті болатын болса, комментарийге түсінікті деп жаза кетіңіз, және де достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.